Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әліппе 1-ші сынып 84-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы В дыбысы мен әріпі. Балалар, сабақты жұмбақтарды шешуден бастайықшы. Олай болса, назар аудар. Темір тайым, тебінсем тоқтамайды, мінсем дайын, тамақты еш жоқтамайды. Бұл не екен? Әрине балалар, бұл теміртай деп отырғаны велосипед екен. Келесі жұмбақты тыңдаймыз. Үй ішінде бөлме, бөлме іші көлде. Түрлі ұсақ балық жүзді сайран салып. Дұрыс айтасың, бұл аквариум. Балалар, осы екі жұмбақтың жауабында кездесіп тұрған жаңа әріп қандай? Бірінші сөз велосипед, екінші сөз аквариум. Әрине, бүгінгі жаңа әріп В дыбысымен әріпі. Қане, бәріміз бірге В дыбысын айтайықшы. В. В қандай дыбыс? Ережені еске түсірейік. В дауыссыз ұян дыбыс. Келесі оқулыққа назар аударайық. Суретте не көріп тұрмыз? Балалар не істеп жүр және олар немен жүр? Иә, бұл жерден біз ағаштарды, гүлдерді, биік ғимараттарды және ағалы-інілі балалардың велосипед теуіп жүргенін көріп тұрмыз. Қалай ойлайсыңдар, балалар қайда кетіп бара жатыр? Иә, мүмкін олар саябаққа, мүмкін дүкенге, немесе жай серуендеп жүр. Балалар, бізге бұл жерде велосипед сөзі беріліпті. Қане, бәріміз бірге буынға бөліп көрейікші. Велосипед. Иә, мұнда 4 буын бар. Және В дыбысы сөздің бірінші буынында кездесіп тұр. Келесі сөздерді бірге оқиық. Вагон, вокзал, трамвай, велосипед, автобус, аквариум. Мәтінді түсініп оқы. Велосипед. Велосипед көлік түрі. Ол біздің жүрісімізді жылдамдатады. Қорап сүйреткен велосипедтер де бар. Мәшиненің жүк салғышына сыйып кететіндері де болады. Жиналмалы түрлері жылдам құрастырылады. Келесі тапсырма артығын тап. Бізге бұл жерде вагон, вокзал, бақпақ сөздері беріліпті. Қалай ойлайсыңдар? Қай сөз артық? Дұрыс, бұл жерде бақпақ сөзі артық. Себебі вагон, вокзал сөздерінде бүгінгі жаңа әріп В әріпі кездеседі, ал бақпақ сөзінде В әріпі жоқ. Келесі В дыбысының жазылуына назар аударайық. Балалар, бірінші В дыбысын ауада жазып көрейікші. Бұл суретте В әріпінің бас әріпін және кіші әріпін жазу тәртібі көрсетілген. Келесі, балалар, суреттерге назар аударайық. Және де бұл суреттерде не бейнеленген? Қане, атап шығайықшы. Иә, велосипед, аквариум, пингвин, автобус, вагон, вафли, вокзал, трамвай. Иә, балалар, бұл суреттердің барлығында В әріпі кездеседі. Және аквариум, пингвин, автобус, трамвай сөздерінде В дыбысы сөздің ортасында, ал велосипед, вагон, вафли, вокзал сөздерінде В дыбысы сөздің басында кездеседі. Балалар, В дыбысы байқағанымыздай сөздің басында және ортасында көп кездеседі. Және В дыбысы қазақ тіліне, орыс тіліне енген әріптер қатарына жатады. Қане, осы суреттегі өзің қалаған екі сөзге сөйлем құрастырып көрші. Мысалы, маған анам дүкеннен вафли сатып алып келді.
Қане, ойынды толықтырып айтып көр. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.